Сәлем қыздар, бүгін мен сіздерге үлпілдек жұмсақ бауырсақты пісіру жолын көрсетемін. Менімен видео соңына дейін бірге болып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: ұн, сүт, су, дрожь, тұз, жұмыртқа, сұйық май және майонез, қант қажет болады. Ыдысымызға суды, сүтті, дрожжімізді қосып араластырамыз. Үстіне 3 қасық қант саламыз. Тұзымызды, сұйық майымызды, майонезімізді салып, тағы да араластырамыз. 2 дана жұмыртқа саламыз. Енді қамыр илейміз. Қамырды әбден иін қандырып, илеп аламыз. Бетін жауып, көтерілгенін күтеміз. Көтерілген соң қамырды 2-ге бөліп, оқтаумен жаямыз. Мен арнайы дөңгелек кескішпен кестім. Қалған жиегіндегі қамырды қайтадан басып біріктіріп, қайтадан салып қойсақ болады көтерілуге. Барлық дайын болған қамыр майымыз қыздырып, қызған майдың үстіне көтерілген қамырымызды салып бауырсақ пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз томпайып, аударуға ыңғайсыз болған жағдайда зубочисткамен тесіп тұрсаңыздар болады. Майды қатты қыздырып жіберуге болмайды. Осылайша барлығын пісіріп аламыз. Мінекей, жұмсақ бауырсағымыз пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге күршенанның жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сүт, су, сұйық май, дрожь, тұз, ұн қажет болады. Ыдысымызға сүтті, суды, сұйық майды құйып араластырамыз. Үстіне тұзды салып, кішкене ұн салып, тағы да араластырамыз. Енді дрожжі саламыз үстіне. Дрожжді араластырып, енді ұнымызды салып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болмауы керек. Мінекей қамырымыз дайын. Енді жылы жерге жарты сағат немесе 1 сағатқа демалдыруға қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Бұл қамырдан 10-12 дана күршенан шығады. Міне әрқайсысын 100 граммнан бөліп аламыз таразыға салып. Менде
500 граммнан бөлгенде 12 дана күлше нан шықты. Арнайы тапамызға бөлінген қамырымызды домалақтап орналастырамыз. Мінекей менде 12 дана күлше нан шықты. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды енді саусағымыздың ұшымен ортасын ашамыз. Күлше нан жасаймыз. Күлше нанның формасына келтіріп, ортасын арнайы тескішпен тесеміз. Мінекей барлығын дайындап қойдым. Енді үстін жауып 15 минутқа қоямыз. Осы кезде пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Көтерілген қамырымыздың үстіне бір жұмыртқаны жарып, кішкене сүтпен араластырып, үстіне жағып шығамыз. Күлше нанымыз пісіп шықты. Өте дәмді, керемет, әрі жеңіл, әрі оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақ келгенде дастарханға қойсаңыздар болады. Өте әдемі, дәмді. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге тапада жаппай нан жасап көрсетемін. Ыстықтай үйде пісіріп, ыстықтай май салып жесеңіздер, өте дәмді, керемет, қолдан жасалған нан өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегі газға тапаны қойып пісіреміз. Біз ең алдымен ашытқы жасап аламыз. Қамыр илеу үшін дрожждың үстіне өте салқын емес, үй температурасындағы суды құйып, үстіне бір ас қасық шекер салып, әбден ерігенше бұлғап, үстіне ұнды салып, оны да араластырып, көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойдым. Қамырымызды илейміз. Қамырдың үстіне тұзымызды салып, ашыған дрожжды суымызды құйып қамыр илейміз. Қамырды өте қатты қылып илеу керек, жұмсақ қылып, былқылдақ жұмсақ қылып илеу керек, қамырды бос илеу керек. Ұннан жасадым. Ұннан 2 тапаннан шығаруға 500 грамм ұн кетті. Осылайша қамырды илеп болған соң бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қоямыз. Қамырымыз
көтерілгеннен кейін 2 кесеге үй температурасындағы суды құйып, біреуіне 1 ас қасық тұз салып ертіп қоямыз. Ал екіншісі сол таза күйінде су болып тұрады. Өйткені қамырды сол таза сумен пайдаланып, қолымызды пайдаланып тұрамыз. Неге менде жаңа тапа бірнеше рет пайдаландым дегенмен де осы тапа әлі жаңа күйінде тұрған сияқты, әбден бірнеше рет пісірген соң қалыпқа келеді деген ойдамын. Сіздер де осындай жаңа тапа алсаңыздар, әдеттегідей қыздырып осылай бір тапаны жаңа күйінде, екінші тапаны нан жабуға пайдаланасыздар. Бізге керегі 2 тапа. Сондықтан бірінші тапаға мен үнемі өзім белгілеп болғанмын, білемін. Бірінші тапаны нан жабуға арнағанмын. Екінші тапаны сол күйінше ол тапаны қыздырып қоямын. Тапамызды қыздырып болған соң қатты қызып кетпеу қажет. Сәл қызғаннан кейін оттың асын баяулатып, тұз салынған кеседегі суды бүркіп, тапаны тұзбен бүркіп аламыз. Өйткені тұзды судан кейін қамыр жабысып, келесі тапаға төңкерген кезде түсіп қалмайды. Осы жерін қателеспей мұқият тыңдап алыңыздар. Тапаның үстіне тұзды суды саусағымыздың көмегімен шашыратып сеуіп аламыз. Осылай тұзды су тапаның үстінде ақ болып қалуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, егер де осы нан жабатын тапаңыздың асты қатты қызып кеткен болса, онда моншақтап тұзды су ішінде ойнап жүреді. Сондықтан тапаның астын бір қыздырып алған соң жайлап баяу қою керек. Қатты қызып кетсе, тұз сеуіп жатқан кезде мүмкін басын өшіріп қоясыздар. Енді мен 2 тапалық қана қамыр жасадым. Сіздерге көрсету үшін мінекей таза сумен қолымды барлық саусағымды сулап, қамырды 2-ге бөліп, бір бөлігін ыстық тұз сепілген тапаға жайғастырып жатырмын. Ортасын әсемдеп, ортасын дөңгелеттім. Жан-жағындағы қамыр біркелкі жайылуы қажет. Өйткені бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпеу керек. Осылайша тез арада қамырымыз жабысқан кезде екінші қатты қызып тұрған тапаға үстіне аударып жауып қоямыз. Арасында осылай көне қалың қол орамалдың көмегімен, пышақтың көмегімен бір жағын ашып қарап тұрамыз. Қолдарыңызды абайлауларыңыз қажет. Өте ыстық. Бір-екі рет қараған соң қай жағы қызарып тұр, қай жағы ағарып тұр, сол жағын қарап қамырдың. Егер де оттың астын мөлшері қаттылау болып тұрған жерлеріне қарай айналдырып қоямыз тапаны. Мінекей бірінші тапамыз пісіп шықты. Келесі бірінші жанып тұрған оттың үстіне піскен қамырымызды қоямыз. Себебі асты сәл оның да асты қызып, бізге алынуы тез болу керек. Пышақтың көмегімен жайлап осылай нанды жоғары көтеріп, осылайша тез алынады. Астын отқа қойсаңыздар, алынуы тез болады. Мінекей бірінші нанымыз пісті. Қытырлап пішті. Тепкі кезде қытырлап ыстық болады. Осы кезде сарымайға салып қойсаңыздар да болады.
Жұп-жұмсақ. Енді тағы келесі нанды жабуды көрсетейін. Енді жаңа айтып өткенімдей тапам әлі жаңа, сондықтан тұзды судан тағы екінші қайтара аз-аздан сеуіп шығамын. Себебі әлі де қамырым түсіп кетпес үшін келесі тапаны бетіне төңкерген уақытта неге қолымды тұзды емес таза суға қолымды барлық саусағын сулап алып қызып тұрған тапаның үстіне қамырды жайғастырдым. Енді тездетіп қолымды сулап қамырды біркелкі етіп тапаға орналастырып созып қалың болып кетпеу керек. бір жағы барлығы біркелкі пісу үшін осылайша созып әдемілеп жайғастырдым. Енді осы кезде қамырымыз пысып қатты жабысып қалған уақытта бірден қызып тұрған екінші тапаның үстіне екі қол орамалмен ұстап үстіне жабамыз, төңкереміз қамыр тұрған тапаны. Осылайша мінекей қызып тұрған тапаның үстіне нанымызды үстіне жаптым, төңкеріп пышақтың көмегімен қарап тұрамыз. Ішіне ауа кетпеу керек, бірінің үстіне бірі киіліп тұруы қажет тапа. Астыңғы тапа өте қатты да қысып тұруы қажет. Сол кезде тез қамырдың тез көтеріліп піседі. Тез дайын болады нанымыз. Тез қызарып, тез көтеріліп. Екінші сіздерге әдісін көрсетіп жатырмын. Келесі газды өшіріп қосып жүрмей-ақ, осы қызып тұрған тапаның үстіне де қоя салсаңыздар болады. Қиындық тудырмай пышақтың көмегімен алынады. Осылайша сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, оп-оңай, сақтық шаралар сақтап, осылай үй жағдайында нан пісіріп, кешкі асқа, түскі шайға жасап қуансаңыздар болады. Мен үнемі осылай жасаймын. Ыстықтай жеген өте керемет, өте дәмді. Мен кешкі асқа дайындадым. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге айран қосылған өте дәмді жұп-жұмсақ кекс пісіріп көрсетемін. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге ұн, жұмыртқа, шекер, сары май, разрыхлитель, ванилин, кефир қажет болады, айран. Мен айранды қолдан үйттім, қолдың үстінен үйттім. Ыдысымызға жұмыртқаны саламыз, үстіне шекерді саламыз, жақсылап араластырамыз. Сары май саламыз.
сары май үй температурасында болуы керек, жұмсақ немесе оны ертіп алсаңыздар да болады. Үстіне айранды құйдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне шым-шым тұз, разрыхлитель, ванилин қосамыз және ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Менде арнайы форма. Барлығын құйып, 180 градуста пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 30 минутта пісіп шығады. Кекс мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сәлем қыздар, біз бүгін воздушный сметанник пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үй температурасындағы сары майды ұнмен араластырып, крошка жасап аламыз. Үстіне қопсытқышымыз бен ванилинді саламыз. Енді 2 жұмыртқаның сары уызы мен қантты араластырып, үстіне салқын суымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындалған крошкамыздың үстіне сары уызымызды құйып, қамыр илейміз. Бізде песочный тесто шығады. Қыздар, біздің қамырымыз дайын. Қамырымызды арнайы пирогқа арналған формаға саусағымыздың көмегімен жайғастырамыз. Қамырымыздың астыңғы бөлігін вилкамен түйреп шығамыз. Тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді меренгасын дайындаймыз. Қамырға қосылған сары уызымыздың 3 ақ уызын сәл көпіртіп аламыз да, үстіне қантымызды қосып отырамыз. Меренгамыз дайын, енді начинкамызды дайындаймыз. Қаймақ пен сгущенкамызды араластырамыз, үстіне ұнымызды саламыз. Жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Мінекей начинкамыз дайын. Енді дайын меренгамызды начинканың үстіне аз-аздан салып, жаймелеп, астынан жоғары қарай араластырамыз. Тоңазытқыштан формамызды алып, үстіне начинкамызды құямыз. Құйып болған соң, формадағы қамырдың жиегін төмен түсіріп жинақтаймыз.
Мінекей воздушный сметанник пирогымыз 165 градуста духовкада 30 минут пісіп шықты. Пирогты толығымен суығасын кессеңіздер болады. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге королевская ватрушка атты пирог жасап көрсетемін. Өте дәмді, керемет шайға арналған пирог. Үгітілмелі. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге ұн қажет. Мен ұнның үстіне лимон сыртын теркадан өткізіп, қабығын қосып салдым. Қопсытқыш, кішкене шым тұз және шекер қостым. Үйде алдын ала шығарылып қойған сары майды қосып жатырмын. Осылайша сары майды барлығын қосып, араластырып, осындай үгітілмелі қамыр шығады. Оны екіге бөліп аламыз. Бірінші бөлігін пирогымыздың астыңғы қабатына, екінші бөлігін беткі қабатына жайғастыру үшін. Енді арнайы тапамызға бір бөлігін жайғастырамыз. Осылай қолымызбен ұнды жайғастырып, ішіне салмасын салуға ыңғайлы етіп жасап аламыз. Енді бізге творог қажет болады. Осы творогты ыдысқа салып, үстіне қант саламыз. Ванильді қант саламыз. Бір жұмыртқа, крахмал және сметана қосамыз. Барлығын блендердің көмегімен біркелкі етіп езіп аламыз. Осылайша дайын болған сүзбемізді тапамызға құямыз. Тапамызға сүзбені жайғастырып, үстіне ұнымыздың бір бөлігін салып, оны да біркелкі етіп, бетін жауып, пирогымызды пішініне келтіреміз. Мінекей осылайша дайын болды. Енді алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 30-40 минутта пісіріп шығамыз. Ыстықтай піскен пирогтың тапасын ашуға болмайды. 1-2 сағат салқындау қажет. Содан кейін тападан алып, кесіп ұсынсаңыздар болады. Мінекей пирогымыз пісіп шықты, салқындады. Енді кесеміз. Өте дәмді, үгітілмелі пирог. Сіздер де жасап көріңіздер. Шайға арналған, тез дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді жаңғақ пен сгущенкадан жасалған пирог жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп,
лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге алдымен ұн, сары май, жаңғақ, сгущенка және бір жұмыртқа, қант, қопсытқыш қажет болады. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне қантты, қопсытқышты және шым-шым тұз қосамыз. Алдын ала холодильниктен шығарылған бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Сары майды қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз ұнға. Одан кейін үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Енді қамырдың басын біріктіріп илейміз. Грек жаңғағын үлкендеу болса, осылай бөлшектеп аламыз. Менікі үлкендеу, сондықтан 2-3 бөлікке бөліп жатырмын. Барлық жаңғақты бөліп шықтым. Ыдысымызға салып дайындаймыз. Дайын болған қамырды қолымыздың көмегімен жақсылап тапамызға жайғастырамыз. Енді үстіне жаңғағымызды салып, сгущенканы үстіне құйып шығамыз. Алдын ала 180 градуста тапамызды қыздырып қоямыз. Барлық жеріне ыңғайлы етіп, сгущенканы құйып шығамыз. Мінекей 30 минутта пирогымыз дайын болып шықты. Енді суығаннан кейін барып тападан ажыратып кесуге болады. Сіздерге кесіп көрсетейін. Өте дәмді, тез дайын болады. Шаймен ішуге өте жақсы пирог. Тез дайындалатын пирогтың түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Менің отбасыма ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасалу жолы оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, достарыңызға бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін үйдегі бар заттардан жасалатын оп-оңай салаттың түрін жасап көрсетемін. Бар болғаны қияр, помидор, сыр, кукуруз қажет болады бізге. Сырды төрт-бұрышты етіп турап аламыз.
Одан кейін қиярымызды турап дайындап аламыз. Күнделікті үйде дайындап, түскі асқа, кешкі асқа дайындасаңыз да болады. Тез әрі жеңіл салаттың түрі. Енді қызанағымызды турап аламыз. Pomidorumuz da dayın. Kukuruzumuz da dayın. Şimdi ыдысқа туралған заттарымызды салып, үстіне тұз сеуіп, майонезді құйып, араластырып жей бересіздер. Өте дәмді, жеп-жеңіл салат. Жасалу жолы оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, ауызда дәмі қалатындай тауықтың төс етінен жасалатын өте керемет рецептпен бөлісемін. Көріп тұрғандарыңыздай өте тәбетті ашатын керемет рецепті сіздерге ұсынамын. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен тауықтың төс еті керек. Менде 3 бөлек тауықтың төс еті, оны 2-ге тең жартысынан бөліп, жұқалап, 2-ге бөліп алып жатырмын. Үш бөлек төс етін 2-ге бөліп, 6 бөлікке бөліп алып жатырмын. Осылайша жұқалап, пышақпен бөліп аламын. Енді сол 2-ге бөлінген әрбір төс етін тақтайшаға орналастырып, үстін қалташамен жауып, арнайы осындай құралмен төс етті ұрғылап жұмсартып шығамыз.
Енді осы әрбір бөлінген төсектерін бұрыш сеуіп, паприка сеуіп, тұз сеуіп, алақанымыздың көмегімен барлығын жайып шығамыз. Міне бір жағын тұздап, бұрыштап, паприка сеуіп болғаннан кейін екінші қапталын да тақтайшаға орналастырып, үстін қалташамен жауып, оны да құралмен ұрғылап, жұмсартып, оған да тұз, бұрыш, паприка себеміз. Осылайша төсектің екі жағын тұздап, паприка сеуіп, бұрыштап аламыз. Мінекей барлық төсектерді бірінің үстіне бірін жайғастырып тәрелкеге орналастырамыз. Енді бізге қажетті заттарды дайындай береміз. Бізге сыр қажет, сырды теркадан өткізіп аламыз. Терканың майда көзімен өткіземіз сырды. Теркадан өткен сырды тәрелкемізге салып, келесі қажетті заттарды тураймыз. Бізге қажетті келесі чеснок болады. Чеснокты бір немесе 2-3 чеснок турасаңыздар болады. Осылайша пышақпен майдалап турап аламыз. Теркадан өткен сырдың үстіне салып, енді укропты тураймыз. Туралған укропты тәрелкемізге салып араластырамыз. Енді бізге қажетті келесі майонез бен горчица қажет. Екеуін ыдысымызға салып араластырамыз. Горчицадан кішкене шай қасықпен майонезді 2-3 қасық салсаңыздар болады. Осылайша төсектеріне горчица мен майонезді жағып шығамыз.
арасына, төсектің арасына сырды салып ораймыз. Осылайша кезек-кезегімен майонезді жағып, сырымызды ортасына салып, орап шығамыз. Барлығын тапаға орналастырып, үстіне тағы да майонез бен горчицаны жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста пешіміз қызып тұруы қажет. Қызып тұрған пешке 20 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін алып, үстіне теркадан өткізілген сырды үстіне орналастырып, одан кейін тағы да бір 15-20 минут духовкаға салып аламыз. Мінекей үстіне үпкіштен өткізілген сырды салып, қайтадан пісіріп алып шықтық. Өте дәмді, керемет, бір жасағаннан шығатын өте дәмді тауық төсінен жасалған тағам сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Өте қарапайым, қолжетімді рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын, өте тез жасалатын салаттың түрін көрсетемін. Ең алдымен бізге капуста қажет. Осындай капустаны екіге бөліп, жаңа капуста болса өте жақсы болады. Осылай жұқалап турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқалап, осылай айналдыра турап ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға өзімізге қажетті капустаны салдым. Енді үстін қолдың көмегімен үстінен басып, жұмсартып араластырамын. Енді бізге қияр қажет. Қиярды осылай жұқалап дөңгелекше етіп турап, одан кейін ұзынша етіп турап аламыз. Бұл салат өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді кезекті помидор турау. Осылай помидорды да ұзынша етіп турап аламыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Енді 4 түйір сәбізді
теркадан өткізіп, оны да ыдысымызға салып, үстіне бір шай қасық толтырмай тұз себеміз, және майонез қосамыз. Және дәмін келтіру үшін қара бұрыш қосамыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырамыз. Араласып болған соң барлық ішіндегі заттардың, тұздың, бұрыштың барлығының дәмі бірігуі үшін 5-10 минутқа қоя тұрсаңыздар болады. Одан кейін жеп көрсеңіздер, өте дәмді, керемет салат болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге күріш қосылған салаттың жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге видеоны соңына дейін бірге болып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Өте дәмді, әрі тойымды салатты жасап көрсетемін. Ең алдымен күрішімізді салқын суға бірнеше рет жуып, қайнап тұрған судың үстіне күрішімізді саламыз. Күрішімізді салып болған соң үстіне тұз саламыз. Су мен күрішті араластырып, отқа қойып пісіріп аламыз. Күрішіміз пісемге дейін біз краб таяқшасын турап аламыз. Ыдысымызға туралған краб таяқшасын саламыз. Күрішіміз пісіп шықты. Оны салқын суға бірнеше рет жуып, қысып, бөлек тәрелкеге түсіріп аламыз. Енді туралған крабтың үстіне күрішіміз саламыз, салқындатылған. Үстіне менде бандуэл кукурузды саламыз. Енді үстіне майонезді құямыз. Қалауларыңызша үстіне кішкене тұз салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, холодильникке 1 сағатқа қойып, содан кейін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте тойымды, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді. Жақындарыңызға ұнайды. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қайырлы күн достар. Бүгін мен жасалу жолы өте қарапайым, оп-оңай салат жасап көрсетемін. Өзіне 4-ақ заттан дайындалады. Бізге алдын ала асылған тауық еті, жұмыртқа, қияр, картофель пай қажет болады. Барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Барлығын ыдысқа салып,
Үстіне 2-3 ас қасық майонез салып, барлығын араластырамыз. Өте тойымды, әрі жеңіл, әрі тез дайындалады. Жақындарыңызға немесе қонаққа жасап берсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды. Неге барлығын араластырып дайындадық. Өте дәмді. Жасалу жолы оңай. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көктем мезгіліне арналған салат жасап көрсетеміз. Барлығымыз көктем айын, көктем мерекесін күтіп жүргеніміз анық. Сондықтан көктемге арналған керемет салаттың түрін көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет, ауызда дәмі қалатындай салат, өте жеңіл, әрі оңай, үйдегі бар заттардан жасалады. Бізге алдымен капуста қажет, кішкене үйде капуста болса болады. Капустаны өте жұқалап, пышақпен турап аламыз. Туралған капустаны ыдысқа саламыз. Үстіне горох саламыз. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Укропты жақсылап жуып тазалап, оны ұсақтап тураймыз. Бір дана қияр қажет. Оны ұзынша етіп алдымен турап, одан соң 4 бұрышты етіп турап аламыз. Неге укроп пен қиярды турап алдық, енді ыдысымызға саламыз. Алдын ала 3 дана жұмыртқаны қайнатып, асып алдым. Енді осыны ұзынша етіп турап, одан кейін 4 бұрышты етіп турап аламын. Мінеки жұмыртқаны турап алдым. Енді оны да ыдысымызға саламыз. Мінеки барлығы дайын. Үстіне тұз, қара бұрыш сеуіп аламыз. Тұз бен қара бұрышты басымдау салсаңыздар, дәмі жақсырақ болады.
үстіне бір ас қасық майонез және бір ас қасық сметана салдым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ішіндегі тұз, бұрыш барлығына сіңіп араласуы қажет. Дәмі сонда өте керемет шығады. Барлығын араластырып болып 5-10 минутқа қойсаңыздар болады. Немесе осылай да араластырып жақсылап жей берсеңіздер де болады. Өте керемет дәмді, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Көктемге арналған салатымыз дайын. Сіздермен бірге болған Жанар.